Қали ақсақал 80-ге келгенде өмірдің соңғы беттерін парақтап отырғандай сезінетін. Бірақ соңғы беттер емес, қайта жаңа тараудың басы сияқты болды. Күндіздері ауладағы орындықта отырып, қолындағы ағаш таяғымен жер сызатын. Ал кешке қарай көңілі біртүрлі мазасызданатын. Жүрегі әлі соғып тұрғанын, қаны әлі ыстық екенін есіне салып қоятын бір нәрсе бар еді. Сол нәрсе көршісі Әсем еді. Әсем жесір болғанына 8 жыл өткен. 57-ге келгенде де жүрісі жеңіл, даусы қоңыржай, күлгенде көзінің қиығы әлі оттай жанып тұратын. Қали оны жылдар бойы жақсы көрші ретінде ғана бақылап жүрген. Бірақ соңғы 1-2 жылда ол бақылау басқаша сипат алды. Көзбен ғана емес, жүрекпен қарайтын болды. Кешке қарай Әсем аулада киім іліп жатса, Қали терезенің алдына келіп тұратын. Оның иығына түскен орамалдың қызыл түсі, қолындағы киімдерді желмен бірге тербелетіп тұрған қимылы. Осының бәрі Қалидың ішінде ұзақ уақыттан бері ұйықтап жатқан бір нәрсені оятты. Бір кеште ол шыдай алмады. Үйге кіріп ескі гардеробты ашты. Ішінде ұзақ жылдар бойы кимеген көк көйлегін алды. Баласы Алматыдан әкеліп берген, әлі де иісі кетпеген. Қолын созып иіс суын іздеді. Шкафтың түбінде тұрған кішкентай шыны бөтелкені тапты. Қызының туған күніне алған үйдей колон еді. Бетіне, мойнына, тіпті құлағының артына да аздап септі. Айнаға қарады. Қалған шашын тарап, қалтасына тарағын салды. Сосын терең дем алды. Мен әлі өлі емеспін, деді өзіне өзі. Даусы қатты шығып кетті, үйдің іші бос болғандықтан жаңғырық қайтарды. Есікті ашып, ауладағы қоршауға жақындады. Кешкі салқын жел бетіне тиіп, жүрегі тез соға бастады. Әсем әлі де аулада еді. Қызыл орамалын желге ұстап киімдерді бір-бірлеп іліп жатыр. Қали қоршаудың үстінен басын шығарды. Әсем-ау, мына кеш не деген ыстық еді, деді ол даусын мүмкіндігінше жайлайтып. Әсем басын көтеріп күліп қарады. Көзі жымиып тұр. Ыстық па? Мен салқын деп ойлап едім ғой, Қали аға. Әлде сіздің жүрегіңіз қызу ма? Деді ол әзілмен. Қалидың беті қызарып кетті. Бірақ ол ұялғанын жасырғысы келмеді. Жүрек қызу болса, шай суық болғаны жақсы ғой. Суық шайың бар ма екен? Әсем киімді іліп болып қолын сүртіп қарады. Бар ғой. Келіңіз. Бірақ шай ішсем, сөйлесем деп отырсыз ба? Әлде басқа ойыңыз бар ма? Қали 1 секунд үнсіз қалды. Сосын күліп қоршаудың есігін ашып ішке кірді. Әсемнің үйі шағын, бірақ таза еді. Қабырғадағы ескі суреттер, терезедегі гүлдер, үстелдегі кішкентай шыны шырағдан. Бәрі жылы көрінді. Қали орындыққа отырды. Әсем шайнекті қойып 2 кесе шығарды. Сіз неге кенеттен келдіңіз? Деп сұрады Әсем шай құйып жатып. Қали терең тыныс алды. Білмеймін. Кейде адам қартайған сайын не нәрсеге де өкінгісі келеді. Мен өкінгім келмейді. Сондықтан келдім. Әсем кесені ұсынып қарсы отырды. Көздері Қалиға тіке қарады. Өкінетін нәрсе көп болды ма өміріңізде? Көп. Балаларыммен сөйлеспей қалған күндер, әйелім өлгенде жыламағаным. Қазір ойласам, бәрі босқа өткен сияқты. Ал сені көргенде, жүрегім әлі өмір сүргісі келетінін айтады. Әсемнің бетіне жұмсақ күлкі тарады. Қали аға, сіз сөзге шешен екенсіз ғой. Мен мұндай сөзді ұзақ уақыт естімеппін. Екеуі ұзақ сөйлесті. Шай суыды.
Кеш қарайды. Ауладағы иттер үріп, жұлдыздар шықты. Қали бір кезде сағатына қарады. Кеш болды ғой. Кетейін. Әсем тұрып есікке шығарып салды. Тағы келіңіз. Шай әрқашан бар. Қали қоршаудан өтіп бара жатып артына бұрылды. Ертең? Тағы келемін бе? Әсем күліп басын изеді. Келіңіз. Мен күтемін. Қали үйге кіргенде жүрегі әлі дүрсілдеп тұрды. Ол кереуетке жатып төбеге қарады. Көзін жұмғанда Әсемнің күлкісі құлағына естілді. Алғаш рет көп жылдан бері өзіне өзі жымиды. Сол түні ол ұзақ ұйықтай алмады. Бірақ ұйқысыздық ауыр емес еді. Ол тәтті, жылы, үмітке толы ұйқысыздық болатын. Ауыл әлі ештеңе білмейтін. Бірақ ертеңнен бастап бәрі өзгеретінін Қали іштей сезіп тұрды. Абыройдың құлдырауы Қали ақсақалдың Әсемнің үйіне баруы бір аптаға созылғанда ауылдың аузына алғызуға айналды. Алғашқы күндерде ешкім байқамағандай көрінген. Бірақ ауыл деген бір-бірінің терезесінен, қоршауынан, иттің үруінен ақ бәрін білетін жер. Кешкі сағат 8-де Қалидың қоршаудан өтіп, Әсемнің есігіне қарай бет алғаны бірнеше көзге түсті. Біреуі күлді, біреуі бас шайқады, үшіншісі телефонға суретке түсірді. Бір аптадан кейін сол сурет ауылдың WhatsApp тобына түсті. Қали түнде Әсемнің үйінің алдында тұр. Қолында қызыл гүл шоғы базардан 500 теңгеге сатып алған, арқасында баласының туған күніне әкелген қызыл шарф. Суреттің астында жазылған сөз: Қали аға құтырған екен, жесір әйелге гүл алып барып жүр. Смайликтер көп, лайктар одан да көп. Қалидың үлкен ұлы Ерлан Алматыдан қоңырау шалды. Дауысы қатты, ренжіген. Әке, не істеп жүрсіз? Ауылдың бәрі жазып жатыр. Қали шал жесірдің мойнына түскен деп. Ұят емес пе? Біздің абыройымыз қайда қалады? Қали телефонды құлағына басып терезеден сыртқа қарады. Аулада жел соғып, қайыңның жапырағы ұшып жатыр. Ұят деген не, Ерлан? Деді ол баяу. Сендердің ұяттарың маған не береді? Мен 80-ге келдім. Әйелім өлгеннен бері 20 жыл жалғыздықта өмір сүрдім. Енді жүрегім бір нәрсе қалап тұрса, оны тоқтатуым керек пе? Әке, сіз қариясыз. Мешітке барып намаз оқитын адамсыз. Адамдар не дейді? Адамдар не десе де, менің жүрегім тыныш. Сендердің не дейді дегендерің маған ауыр болды. Мен енді ауыртпаймын. Ерлан тағы бірдеңе айтпақ болды, бірақ Қали телефонды өшіріп қойды. Сосын орындыққа отырып қолындағы ескі сағатын айналдырды. Сағат әлі жүріп тұр. Жүрегі де. Келесі күні таңертең мешіт алдында қариялар жиналды. Әдетте намаздан кейін ауа райы, мал бағасы туралы сөйлесетін еді. Бүгін тақырып басқа. Қали, сен не істеп жүрсің? Деді бір қария, таяғын жерге ұрып. Жесір әйелдің үйіне түнде барып жүр деген рас па? Қали басын көтеріп бәріне қарады. Көзі қатты емес, бірақ шешімді. Рас. Мен Әсемге барамын. Ол маған жылы сөз айтады. Мен оған жылы сөз айтамын. Бұл күнә ма? Күнә емес пе? Деп ара түсті екіншісі. Сен қариясың. Балаларың бар. Немерелерің бар. Олардың бетіне қалай қарайсың? Олардың бетіне қарағанда мен өз бетіме қарай алмаймын ба? Деді Қали дауысын көтермей. Мен өмірімді сендердің не дейді дегендерің үшін өткіздім. Енді өзім үшін өмір сүргім келеді. Сөзден кейін үнсіздік түсті.
Біреуі бас шайқап, бірі кетіп қалды. Қали тұрып, таяғына сүйеніп үйіне қайтты. Бірақ ол тоқтамады. Керісінше, батылдық танытты. Бір кеште Әсемнің үйінде отырғанда, шай ішіп болған соң, Қали қолын созып, Әсемнің қолын ұстады. Қолы жылы, жұмсақ еді. Әсем, мен саған үйленгім келеді деді ол ақырын. Әсемнің көзі үлкейді. Бір сәт үнсіз қалды. Сосын күліп басын шайқады. Қали аға, сіз не деп тұрсыз? Мен 60-тан асып кеттім. Сіз 80-десіз. Балаларыңыз. Олар мені өлтіріп тастайды ғой. Онда мен балаларымды тастаймын деді Қали. Дауысы дірілдеген жоқ. Сен үшін. Әсемнің көзіне жас келді. Ол қолын тартып алмады. Сіз шынымен осылай ойлайсыз ба? Деп сұрады ол. Шынымен? Мен қартайдым. Бірақ жүрегім әлі жас. Сен менің соңғы отымсың, Әсем. Сенсіз өшіп қалам. Әсем ұзақ үнсіз отырды. Сосын баяу басын изеді. Мен де жалғыздықтан шаршадым. Бірақ ауыл не дейді? Балаларыңыз не дейді? Олардың сөзі маған жетті. Енді менің сөзім кезегі. Сол түні Қали үйіне қайтқан жоқ. Алғаш рет Әсемнің үйінде түнеді. Екеуі бөлек төсекте жатты, бірақ қол ұстасып. Таң атқанша сөйлесті. Өткен өмірлерін, өкініштерін, армандарын. Қалидың дауысы әлсіреп, бірақ жылы еді. Әсем тыңдап кейде күліп, кейде жылады. Таңертең Қали үйіне қайтқанда, есігінде ұлы Ерлан тұр екен. Қолына сөмке, көзі қызарған. Әке, түнде қайда болдыңыз? Деді ол қатты дауыспен. Қали таяғына сүйеніп тік тұрды. Мен де болдым. Әсемде. Ерланның беті қызарып, сосын ағарып кетті. Сіз? Шынымен? Иә. Мен енді сол үйде тұрамын. Сендер қаласаңдар, келіңдер. Қаламасаңдар, кетпей-ақ қойыңдар. Ерлан сөз таппай, тек басын шайқады да, машинасына мініп кетті. Қали артынан қарап тұрды. Көзінде жас жоқ. Тек жеңілдік бар еді. Ауылдың әңгімесі күшейді. Біреулері Қали шалқұтырған десе, біреулері ол енді ғана өмір сүре бастады деді. Бірақ Қали екеуіне де құлақ аспады. Ол енді Әсемнің үйінен шықпайтын болды. Кешке бірге шай ішеді, күндіз бірге аулада отырады. Қалидың таяғы енді жалғыз емес, Әсемнің қолымен бірге жүреді. Бірақ әлі де алда соңғы сынақ күтіп тұрғанын екеуі де білді. Балаларының ашуы, ауылдың сөзі, қоғамның ұяты. Осының бәрі бір күні қатты соққы береді. Бірақ Қали енді қорықпайтын болды. Себебі ол өз отын тапқан еді. Қалидың балалары бір аптадан кейін қайта келді. Бұл жолы жалғыз Ерлан емес, үшеуі, үлкен ұлы, ортаншы қызы Гүлнар және кенже ұлы Бақыт. Үшеуі де машинамен бірден келіп Қалидың ескі үйінің алдына тоқтады. Есік қатты қағылды. Қали іштен шықты. Таяғына сүйеніп, бірақ арқасы түзу, көзі анық. Әке, сөйлесу керек деді Ерлан алдыңғы қатарға шығып. Дауысы бұрынғыдан да қаттырақ, бірақ дірілдеп тұр. Қали басын изеді. Кіріңдер. Шай қояйын. Шай емес, әке деді Гүлнар. Көзі қызарған, қолында телефон. Біз бәріміз жиналдық. Сіздің мына әрекетіңізді тоқтату керек. Қали есікті ашып үйге шақырды. Бірақ олар кірмеді. Сыртта аулада тұрып сөйлесті.
Сіз ауылдың аузындағы сөзге айналдыңыз, деді Бақыт. Немерелеріміз мектепте әжеңнің әкесі жесір әйелмен жүрген деп мазақ етеді. Біздің атымызға кір келеді. Қали терең тыныс алды. Жел соғып, қайың жапырақтары ұшып жатыр. Мен сендердің атыңа кір келтірдім бе? Әлде сендердің абырой дегендерің маған кір келтірді ме? Мен 80-ге келдім. Өмірімнің соңғы жылдарын сендердің не дейді дегендерің үшін өткізгім келмейді. Мен әсеммен бірге болғым келеді. Ол маған жылылық береді. Сендер бермедіңдер. Гүлнардың дауысы жоғары шықты. Әке, сіз бізді тастадыңыз ғой. Анау әйел үшін балаларыңызды, немерелеріңізді. Мен ешкімді тастамадым, деді Қали баяу. Сендер мені тастадыңдар. Ұят деген сөзбен. Абырой деген сөзбен. Мен сол сөздерден шаршадым. Енді өз жүрегімді тыңдаймын. Ерлан алға бір қадам басты. Таңдаңыз, әке. Немесе бізбен қайтасыз, үйге қайтасыз, немесе сол әйелмен қала бересіз. Бірақ онда біздің есігіміз жабық болады. Қали бір минут үнсіз тұрды. Көзіне жас келген жоқ. Тек аузында жеңіл күлкі пайда болды. Онда жабық болсын. Мен енді әсемнің үйінде тұрамын. Сендер келсеңдер қуанамын. Келмесеңдер, өздерің білесіңдер. Сөзден кейін ауа ауырлады. Гүлнар жылады. Бақыт басын шайқады. Ерлан бірдеңе айтпақ болып, бірақ айта алмады. Үшеуі машинаға мініп кетіп қалды. Қали артынан ұзақ қарап тұрды. Жүрегі ауырмады. Тек бос сезім болды, бірақ ол бос сезім ауыр емес еді, жеңілдік еді. Сол күні кешке Қали сөмкесін жинады. Ескі суреттер, бірнеше көйлек, дәрі-дәрмектер, әйелінің сақинасы. Және әсемге сыйлаған алқа. Сөмкені иығына асып үйден шықты. Есікті жаппады, қажет болса кез келген адам кіре берсін. Әсемнің үйіне барғанда әсем есік алдында тұр екен. Қолына шай құйылған кесе ұстап күтіп тұр. Келдіңіз бе? Деді ол ақырын. Келдім. Енді қайтып кетпеймін. Әсем күліп қолын созды. Қали оның қолынан ұстады. Екеуі үйге кірді. Келесі күндері ауылдың әңгімесі бәсеңдеді. Біреулері әлі сөйледі, біреулері ұмытты. Қали мен әсем ауылдың шетіндегі ескі, бірақ жайлы үйге көшіп кетті. Ол үйді әсемнің күйеуі өзі салған, бірақ соңғы жылдары бос тұрған еді. Енді ол үйде шам жанып күлкі естілді. Күнде кешке екеуі аулада отыратын. Қали таяғына сүйеніп, әсемнің иығына басын қоятын. Әсем оның қалған шашын сипап, әңгіме айтатын. Кейде екеуі ескі әндерді бірге айтатын, дауыстары қартайған, бірақ әлі де әуенді. Бір күні ауылдан бір топ бала велосипедпен өтіп бара жатып, оларды көрді. Әй, мына шал мен кемпір ғашық екен ғой, деді біреуі күліп. Қали естіп қалды. Бірақ ренжіген жоқ. Тек күлді. Иә, ғашықпыз, деді ол балаларға қарап. Қартайғанда да ғашық болуға болады. Сендер де ұмытпаңдар. Балалар таңғалып күліп кетті. Уақыт өте келе Қалидың балалары бір-бірлеп келуге бастады. Алғашқыда тек қарап шығатын. Сосын шай ішетін. Кейін әңгімелесетін. Гүлнар бір күні немересін әкелді. Қали немересін құшақтап көзіне жас алды, бірақ ол жас қуаныштың жасы еді. Әсем мен Қалидың өмірі қарапайым болды.
Бірақ ол қарапайымдықта нағыз бақыт бар еді. Олар бір-біріне жеткілікті болды. Сөздер аз, бірақ жан жылы. Бір қысқы кеште, пештің алдында отырып, Қали Әсемге қарап, «Мен өлсем, сен не істейсің?» деп сұрады. Әсем күліп, «Сен өлмейсің. Сен менің отымсың. От сөніп қалмайды» деді. Қали басын изеді. «Рас, мен сөніп қалмаймын. Себебі сен барсың». Сол күні түнде Қали ұйықтап кетті. Әсем оның қолынан ұстап отырды. Таң атқанда Қали оянбады. Бірақ бетінде тыныш күлкі бар еді. Жүрегі тыныш тоқтады, өйткені ол өз отын тауып, сол отта жылынып үлгерген еді. Әсем жылады. Бірақ ол жылау ауыр емес еді. Ол алғыс айтқан жылау болатын. Ауылда Қалиді жерлегенде мешіт толы адам болды. Балалары, немерелері, көршілері. Және Әсем. Ол қара киім киген жоқ. Қызыл орамалын тағып келді, Қалидың сүйікті түсі. Адамдар сөйледі, Қали шалқып тұрған екен. Бірақ Әсем күліп, «Жоқ. Ол енді ғана адам болды» деді. Және сол сөз ауылда ұзақ уақыт сақталды.